Bizde bәрі жақсы. Олай бізді табалап, біздің сезім, бірімізге деген сезім үшін бізге өйтіп атыла берген қажеті жоқ. Бізде міне бәрі жақсы. Біз біреуге бірдеңке дәлелдеуге міндетті емеспіз. Сіз жұптықта жүрген адамсыз және ортада Мен танысты. Әділжанды қолдаймын. Неге? Себебі айтып жатыр ғой, еркек адам андай сөзбен айтпа, бір адам деп. Бірақ менің ойымша Әділжан айтқысы келген ойы. Ер адам өзінің жалпы махаббатын действиямен, поступкпен дәлелдейді. Бірақ бұл жерде қатысушылардың бәрі Жанеркені кінәлап жатыр ғой, сен бекер ерте айттың, ғашықпын деп. Ол қаншалықты дұрыс деп жатыр. Өмір қиындатамыз біз негізі өзіміз. Жақсы көріп тұрсың ба? Жақсы көремін деп айт. Онда тұрған түк те жоқ дейсіз ғой. Тұрсың ба? Ренжіп тұрмын деп айт. Бір нәрсе мазалап тұр ма? Мазалап тұр деп айт. Біз просто өзіміз қиындатамыз ше. Будь проще, өмірде солай оңай болады. Дедіңіз, тямо, ben seni çok seviyorum, I love you. Не дедіңіз, тұрнышы? Бекзот ака, біз Иә. Не дедіңіз, мына жақта не болып жатыр? Екі жас бақытты болсын. Қалған барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілейміз. Ал ортада отырған біздің Әділжан мен Жанеркеге тек қана, міне мына жерде тұрған Әділжан мен Жанеркеге тек қана бақыт тілейміз. Мен жаңа сөзінің арқасында Әділжан, мен саған ғашықпын, I love you деген. Ти амо, май амор деген сөздерді, жүтем деген сөздерді айта алды. Соған молодец. Молодец деген. Бақытты болсын. Айтыңыз. Бізге де жұғысты болсын, Аумин, жұғысты болсын. Бізде осындай осы жақта танысып жұқтық қойып. күлкімізге барып, бізде бір көріп, тағы да бізде бәрі жақсы. Шүкір. Шүкір, Аллаға шүкір, бәрі дұрыс.